мінекей манағы үнеммен түйреген жерімізді 0,5 деген тігіспен тіктік. Енді оны кері қарай айналдырған кезде тігісі жатпай үлкен болып қоқырайып көрініп тұрады. Сондықтан оны біз қайшының көмегімен жаңағы 0,5 тігісті арасына 1,5 см қалдыра отырып, қайшымен видеода көрсетілгендей етіп қиып шығамыз. Мінекей қараңыздар. Тігісті қиып кетпесін абайлаңыздар. Мінекей кішкенеден осылай арасына 1,5 см қалдыра отырып қиып шығамыз. Бұл матаны кері айналдырған кезде жатып әдемі болып тұруы үшін қажет. Осылай қиылған бөліктерге зигзаг тігісін беру арқылы қайтадан бір тігіп шығамыз. Мінекей зигзаг тігісімен тігіп шықтық. Келесі бізде бастыру тігісі. Бастыру тігісі дегеніміз, мінекей қараңыздар, осы артқы астыңғы бөлігінен қарағанда жаңағы зигзагпен тігіп алған бөлікті мына детальға қараңыздар, видеода көрсетілгендей етіп қайырамыз. Мінекей жоғары қарай қайырамыз. Және де оны машинкадан 0,1 тігіспен тігіп шығатын боламыз. Яғни мына кішкене бөлік матаға астыңғы зигзагпен тігілген тігіс қарап тұруы қажет. Бастырып тігеміз солайына. Міне әрбір тігісті тігіп болғаннан кейін қыздар міндетті түрде үтіктеп отырыңыздар. Мен үтіктеп алдым. Міне қараңыздар, кәжекейдің алды тігісі жатып әдемі болып көрініп тұр. Осылай бастырып тіккеннің арқасында мынау біздің ішкі бөліктегі кішкене матамыз ішіне қарай қайырылып әдемі болып тұрады. Енді мына көрсетілген матаның жиегіне тоже зигзаг тігісін беріп тігіп шығамыз. Және де кейін біз астар тікпейтін болғандықтан қолтықты өзіне ішкі бетіне қарай 1 см қайыра отырып дөңгелентіп, бірінші міндетті түрде көктеп алып барып машинкада тігеміз. Мінекей қыздар қараңыздар, зигзаг тігісін бердік. Әдемі болып тұр. Енді қолтықты көктеп алдық. Көктеп болғаннан кейін машинкада жүргізіп тігеміз. Көктеп алмасаңыздар, машинкада бірден тігу қиынға соғады. Және де тігіп болғаннан кейін үтіктейміз тігісін жатқызып, мына қолтығын ішіне қарай қайырып тіктік. Осылай әдемі болды. Келесі кезекте иық тұстағы осы матаны бір-біріне бекітіп тігеміз. Киімді киіп шешкен кезде мына ішкі бөліктегі мата сыртқа қарай шығып кетпес үшін осылай иығын білдіртпей қолмен сәл іліп тігіп шықсаңыздар болады. Келесі кезекте біз белін бір текті тегіс етіп, бағанағы шыққан разницалардың барлығын қиып тегістеп алатын боламыз. Ол үшін матаға лекал сызған секілді етіп бүктейміз. Бір-біріне видеода көрсетілгендей етіп теңестіреміз. Және де қараңыздар, мына арқа тұсынан алдыңғы бөлікке дейін сызғышпен өлшейміз. Міне до конца бармайсыздар. Жартысына дейін, арқа тұсының жартысына шейін. Осыны қайшымен қиып тастаймыз. Сол кезде бізде алдыңғы артқы бөлігі бір текті тегіс болып белі қалыптасады. Келесі кезекте біз осы кеуде тұсқа белді жалғайтын боламыз.
Ендігі кезекте біз белді тігетін боламыз, яғни екі желбір етекті бел болады бізде. Ол үшін ұзындығы 120 см, ені 26 см болатын мата қиып аламыз. Яғни бұл жерде де бастапқы қағида матаның түгі жоғары қарап тұруы қажет. Міндетті түрде матаны ұзындықтан кесесіздер, енінен кесуге болмайды. Өйткені үстіңгі бөлік пен астыңғы белдің бөлігі матасының түгі бір-біріне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан астыңғы бөлігіндегі етектің ұзындығы 120, ені 26 см болады. Ал үстіңгі бөлігіндегі етек бізде астыңғысына қарағанда 10 см-дей қысқа болады. Яғни біздің қажекейіміз екі желбір етекті. Ал осы үстіңгі бөлігіндегі матаның ұзындығы 150, яғни 1,5 метр, ені 16 см болады. Дәл осылай етіп екі мата қиып аламыз. Қыздар, шатаспаңыздар. Бұл жердегі етектің ұзындығы сіздің дене пішіміңізге байланысты, яғни сіз белден бастап төменге қарай тобыққа дейін ба, тізеге дейін ба қалаған ұзындықта өлшеп қиып аласыз. Бұл 44-ші размерге арналған стандартты өлшем. Мінекей қараңыздар, бұл бізде ұзындығы 150, ені 16 см болатын бірінші деталь. Бұның екі жағын еніне 2 см, астыңғы жағында ұзындыққа 1 см беріп, қайырып тігіп шығамыз. Және де екінші жағындағы, жоғары жағындағы ұзындыққа екі жағына да ешқандай бекітпе бермей, ірі тігіспен жай ғана тігіп шығамыз. Яғни астыңғы жіпті тартқан кезде сборка жиналатындай болып тұруы қажет. Мінекей қараңыздар, астыңғы жіпті тарттым, осындай желбір пайда болды. Бұл желбірді біз үстіңгі бөліктегі кәжекейдің үстіңгі бөлігінің беліне сәйкес етіп осындай сборка жинаймыз. Мұқият қараңыздар, мінекей. Осылай желбір пайда болады. Мынау енді бізде екінші деталь. Бұл ұзындығы 120, ені 26 см. Бұл да дәл манағыдай енінен 2 см, астыңғы ұзындыққа 1 см беріп қайырып тігіп шығамыз. Үстіңгі ұзындыққа ешқандай бекітпе бермей, екі жағынан да ірі тігіспен тігіп, астыңғы жіптен тарта отырып, сборка жасаймыз. Қыздар, мұқият болыңыздар, үстіңгі және астыңғы етектің осындай сборкасы екеуі белге сәйкес бірдей болуы қажет. Мінекей қараңыздар. Бел тұсын алып келіп орналастырып, сәйкестендіріп отырып, соған сай сборка жинаймыз. Мінекей астыңғы және үстіңгі етекті бір-біріне сәйкестендіреміз. Қараңыздар. Бірінің сборкасы бір-біріне сәйкес келуі керек. Астыңғысы үлкен, үстіңгісі кішкентай болып қалмауы керек. Мінекей ең бірінші екі жағын осылай инемен түйреп аламыз. Және де ортаңғы бөліктерін сәйкестендіре отырып, оларды да инемен түйреп шығамыз. Бір-біріне нақты сәйкес келгеннен кейін ғана барып, осы екі етекті бір-біріне біріктіріп машинкада тігеміз. Мінекей қос етекті бір-біріне біріктіріп тігіп алдық. Енді осы қос етекті үстіңгі кеуде бөлігіне инемен түйреп сәйкестендіреміз. Және де оны көктеу тігісімен жүргіземіз, сосын барып машинкада тігеміз.
бел мен кеудені бір-біріне біріктіріп тіктік. Енді мінекей осы бөлік қана қалды бізде. Видеода көрсетілгендей етіп мұқият қараңыздар қыздар. Бұл шатасып кетпеу керексіздер. Бұл жерді тігуден мінекей бірінші етекті кеудеге қарай қайырамыз. Және де ішкі бөліктегі кішкене матаны осы етектің үстінен алып бөліп қайырамыз. Және де мінекей осылай аралықта тігіп шығамыз 7 см аралығында. Міне тігіп алдық. Енді артық тұрған матаны қайшымен қиып тастаймыз. Екі бөлігінен де қайшымен қиып аламыз. Неғұрлым жіңішкерек етіп қисаңыздар, айналдырған кезде томпайып тұрмайды, әдемі болып тұрады. Мінекей жіңішкерек тігіске қарай қиыңыздар. Енді осыны ашамыз. Мінекей қараңыздар. Осылай ашқанда міне ішкі бөлігі, жағаны иық тұсты ұстап тұратындай етіп тігіп қойдық. Осымен біздің кәжекейіміз аяқталды қыздар. Алдына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемі оюлармен, қапсырмамен сәндеп тігіп киіп алсаңыздар болады. Баршаңызға үлкен рахмет.